Uzbekistan. 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 Le Pakistan. Uzbekistan. Сәлем достар, бізде жаңа блог. Мен қазір вокзалға келдім. Бүгін Алматыдан Өзбекстанға жолға шығып бара жатырмын. Қазір Алматыдан Шымкентке дейін пойызбен барамын. Шымкенттен таңертең түсіп, ары қарай Ташкентке жолға шығамыз бұйырса. Мен Ташкентке группаластармен бірге кетіп бара жатырмын. Мен Алматыдан Шымкентке барам. Группаластарым Ақтаудан Шымкентке келеді. Олар мені сол Шымкентте күтеді. Ол кісілер 5:30-да түседі, мен 7:30-да түсем. Осы саяхатымыз бұйырса өте күшті. Сондай бір эмоцияға толы саяхат болсын. Мен пойызымның келуіне әлі бір жарты сағаттай уақыт бар. Мен ол жақта отырмын. Осы түсті ұнатып, осы чемоданға заказ бердім. Ойлаған уақытымнан да ерте келді. Менің вайбым осы. Сағат таңғы 5:30. Мен жанымда ұйықтап жатыр. Кухняға келіп завтрак ішіп жатырмын қазір. Красота требует жертву деп кухняның ішінде боянып жатырмын. Бірақ енді үйдегідей идеально шығып жатқан жоқ. Бірақ енді болады. Пойыз дейтін бүйтіп қозғалып келатыр. Бүйтіп келатыр. Ладно. Ана жақта боянайын десе барлығы ұйықтап жатыр. Еще менікі үстіңгі орында, сол үшін маған ыңғайсыз. Кухняға кетіп боянып. Еще біреу келіп жаңа есік жауып кеткен ғой. Кім екенін білмеймін, может проводник, может басқа біреу. Қазір кішкенеден кейін уже Шымкентте боламын. Шымкенттесің ғой уже. Бұл мен Шымкентке екінші рет келуім. Көп раз мартта келіп кеткенмін. 4-5 айдан кейін келіп тұр екенмін Шымкентке. Енді қазір Павловскіге бара жатырмын. Қалай келдіңдер? Таксиді 5.2800-ге түсірдік. Әркіммен саудаласып. Енді қазір отельге бара жатырмыз. Та-дам! Өзбекстан! Біз Өзбекстандамыз. Қазір өзіміздің отельге бара жатырмыз. Таксиді бізді айналдырып түсір кетті ма, короче, бір нәрсе болды. Біз отельді таптық қой, бірақ бізбен келген бала қалып қойды артта. Енді соны іздеп бара жатырмыз. Достар, бізде қазір рум-тур болады. Мына біздің екінші отель. Бірінші отельге барған кезде олар өте қымбат баға айтты. Сосын біз екінші отельге келдік. Кіргеннен кейін осындай. Короче, аяқ киім қоятын жер. Жарықта уборная. И вот. Біз мұнда 3 қыз болып жатамыз. Осындай жер. Мына қыздар. Екеуінде қамыттан шығар жерін видео түсірем де. Вот осы біздің бөлмеміз. Осы 3 күнге 15 мыңға шықты. Өзбекстанға келіп миллионер, тағы да миллионер болып шықтық. Мадан бері біз әр күнмен осы ақша үшін бағаларын түсіріп сөйтіп жүргенбіз. Короче, атын айтып берем ол туралы. Біз қазір тамақ ішетін жер іздеп жүрміз. Қарнымыз қатты ашты ғой. Хочу поесть быстро. Сосын ұйқым келіп тұр. Вот так. Мен өзімнің дейтін қабілетімді қосып бір кафеге келе жатырмыз қазір. Вот. Любой қалада, любой жерде гид болған. Біз арқылы. Біз обед ішуге келдік.
Вот осы мен тамағым 10,5 теңге болды. Ас болсын қыздар. Я бы тебе удержал. Біз шықтық. Қазір бүгін Маги Ситиға или Magic Ситиға тоже барамыз и Сеульский паркке барамыз. Сеульский паркке барамыз деп ойлағанбыз, бірақ біз такси басқа паркке келіп тастады. Біз анау национальный паркке баруымыз керек екен. Енді жаяу бара жатырмыз. Примерно 20 минуттай жаяу жүреміз. Я хочу. Как красиво. А я хочу мороженое. Мороженое жеңге котлетмен жейді. Достар. Мынандай битпен ужин ішіп жатырмыз. Шишеңдесең тонам. Шишпейсең Ысылайм. Нақыз дейтін Маги Ситиге барғысы келіп отыр. Свет сорып қалады деп уайымдап отыр. әркімнің өз уайымы дейші. Маған бәрі мен жүре. Тамақта жей, неге Мен главное шөлде отырмыз, мороженое жегім келіп тұр. Сонымен болды. Мой долгожданный заказ. Наконец-то. Достар, біздің ужинымыз 357-650-ге шықты. Та-дам. Қазір чот төлеп, содан кейін уже кетеміз. Біз жаңағы түрі әдемі мороженое жеуге келдік. Күшті болды. Жаңағыдай әдемі эстетика екен. Сол мороженое жейміз. Мен черникамен мороженое алдым. Қыздарда есіне ягоды и клубника, розовый бәрі. Біреудің телефон. Вау, мынау күшті ғой. Күшті, мынау әдемі екен. Ұнап жатыр. Біз мына жаққа кірейін деп тұрсақ, ол дейтін 11-де жауып қалады екен ғой. Ал сағат болса 11:30 болды. Енді біз қайда баратынымызды білмей тұрмыз. Бұтына үйдеді, мен сөйлеп жатқан сақ. Бәріміз донер жедік, бөліп жедік. Сосын счеттың нактив төледі. Сосын сөйтіп кетіп қалды, болды. Жоқ, сразу руын сұрады. Потом Рикс туралы айтып жатты. Мен энергетик старсайды ғой. Әңгімен же береді бұл. Аны пысық болып та. Сразу сөйлесіп Қасында бала, тағы бір балдар ол, бұлар кетіп қалып. Бұлар қалып қойды, білем неге алып қалған. Ташкенттің Магнумына келдік. Қазір ішке жейтін заттар аламыз. Сосын бізде су жоқ, су алуымыз керек. Қатты шөлдедім бар ғой. Суға жеттік, наконец-то. 1 литр су алдым уже, жартысын ішіп тастадым ғой. Қатты шөлдедім, достар, қатты шөлдедім. Еще үйге 5 литр су алдық. Бүгін тіпке су ішкен жоқпын мен дейтін бар ғой. Қатты шөлдеп өлдім. Йогуртын бірінші рет көріп жатырмын. Вообще шок болып жатырмын ғой. Завтраққа біз осындай йогурт алдық. Өзбектердің нандарын жеп көргім келеді. Бірақ біз алмаймыз, нан алмаймыз. Біз басқа нан алып жатырмыз, достар. Помидор алайық, қыздар. Помидор алайық, сосын бургер жасап жейік. Ертең блокта жүресіңдер. Көзіме сразу оттай басылды ғой, шоколад. Менің любимый шоколадым осы. Сникерс екеуін қатты жақсы көремін. Маған айтты да, Өзбекстанда шөлмекте қойған дәм тәтті деп. Вот сол қойғанды қазір біз алдық. Бірақ ол жылы тұр екен. Сол салқын түрін іздеп жүрміз енді. Альмира, рөлден шық. Unpacking check и плюс. Ішке бар, апакеге самайтын бол. 2 в одном, 3 в одном. Сразу өлетіні, соқ. Сразу апакеге самайтын достар. Қараңдасыңдер. Папасы. Нандырбек, айбек деп. Мен саған басы кеткен өткен айбек. Рөлден шығып кетті Альмира ханым. Шығып кетті, басқа Альмира болып кетіп жатыр. Болды. Unpacking check аяқталды. Адасып кеткен адамдар Күні бойы көрмеген адамдарымыз. Тесіп кеттік. Іздеген жоқсыңдар ғой, мына жерімізді. Біз тұрғызып қойсын деді, әбетке жүрмін деп. Жоқ, біз ужинға шықты. Ужинға Білем, злақты сендер кеткендер. үйге кетіп қалдыңдар ғой, маған келіп.
сосын біліп күтпедім. Biz аш болдық. Не енді біздігін іліп отырсың Аш бала топтарымен ойнамайды. Зофиге бардыңдар ма? звондадық Қыз болып біз Қаяққа бардыңдар? Біз не Wi-Fi жоқ, қайтып не істейміз біз? любой жерде кірсең болды ғой Бәле, міне Wi-Fi бар ма? Наконец-то отельге жеттік. Жарты сағат жүрдік қой осы жаққа дейін. Аяғым ауырып кетті қатты. Интернет ұстап жатыр. Қайсы? Аға бекер рахмет. Біздің пакетті көтеріп жатқан. Талғаттың қолында су бар. Отельге наконец-то келдік. Ұлдар, пакетімізді тастап кетті есіктің алдына. Жакаевтың осы әні Нұрбекті еске түсіреді. Мен қазір Нұрбектің фанаты болып жүрмін ғой. Примерно біраз уақыттан кейін келетін ауру ғой бұл дейтін. Бірақ сол сәтті сезініп не істеу керек. Біз қаңғып, қыдырып, келіп тамақтарымыздың бәрін алып болып, енді ақшаларымызды есептеп, бір-бірімізге беретін ақшаларымызды берейін деп жатырмыз. 1.600.000-ге 49 қос. 1.600.000-ге. Сағат түнгі 3:30. Бөлмен біздің іші күшті болып тұр. Мына жақта гүлдер. Мына жақта манаға Өзбекстанның коласында тәтті деп алған коламыз. Мына жақта біздің тамақтарымыз. Вот. Мына жақта менің заттарым. Сумка, сағатым. Чемодандарымыз шашылып отыр. Сағат деген таңғы 6 болды. Мен әлі ұйықтаған жоқпын. Шай іштім, круассан жедім, банан жедім. Бәрі ұйықтап отыр. Мен енді ұйықтаймын. Біздің Ташкентте екінші күніміз. Бірақ білесіздер ме достар? Мен ауырып қалдым. Ауырып қалдым. Зачем? Что жүрген кезде? Ауырып қалдым ғой. Енді бір настроением жоқ, денем бәрі ауырып тұр. Мен ауырып отырмын. Марал бізге завтрак дайындап жүр. Қазір бутерброд жасаймыз. Сосын йогурт алдық, кеше соларды жейміз. Сосын пеш қазанға барып плов жейміз. Пловтардың дәмі онша емес деп айтыр ғой. Біздің завтрак сэндвичті Марал екеуміз жасадық. Или бутерброд па? Білмеймін. Дастарханды Марал жасады бірақ. Гүл алып үй жағыңа барсам бола ма? Барғанда жүрмей ме екен әкең аулада? Біз пеш қазанға келдік плов жеуге. Андай араластырып жатқан шоу көрейін деп едік қой, ондай жоқ екен. Түтіннің иісі бірақ күшті болып шығып жатыр. Біздің салаттарымыз бен нандарымыз келіп жатыр. Қанша болып кетті? 2 плова и там 2 плова. Қысын нан алып беріңдер салып. Біз қазір пеш қазанға келдік. Пловтың дәмін көремін. Талғат. После мына екеуі тамақ жемеді. Мен екеуміз жеп алдық. Мынау хлеб өте тәтті. Улап-сулап ит батыр қотаға түстік, плов жедік. Болды енді қыдырамыз. Шымкентте бармайтын болдық. Біз қайда баратын болдық? Біз Анкор паркке баратын болдық аттракциондарға. Күніне 1000 түрлі өзгереміз біз дейтін бар ғой. Туғанаған барамыз, томнаған барамыз дейміз. Біз паркеге жатырмыз. Том. Парктың ішінде өзінде тұр бар екен. Вау. Жаңа жүреді ғой. Қазір осы американский горкаға мінейін тұрық. Алдында мен Қырғызстанда жүрген кезде мінгем. Бірақ мына Өзбекстандағы үлкендеу екен оған қарағанда.
кухняға келдік қазір. Номер алып жатырмық достар, номер. Чек алып жіберейін. Көреміз енді қазір қосып интернетті істелмей ма, істелмей ма. Біз бүгін Сеулге қайтып келдік. Ана фонтанды көру үшін. Кеше біз көріп үлгермей қалдық. Это пожарный лестница бар екен, соған түсіп бара жатырмыз. Мен дейтін ауырып қайтадан әлсіреп жатырмын. Маған дәрі ішкеннен кейін жақсы болған сияқты дедім. Өзімен бір дәрілерін алып шыққам, соны іштім. Бірақ әсер етпей жатыр, маған тамағым қышып, денем бәрі ауырып әлсіреп жатырмын. Осы Ташкентте қандай видео түсіріп жүргенін білмеймін бар ғой. Әйтеуір бір нәрселер түсіріп жүрмін, ойым қорытып жатқан жоқ. Есіне бір нәрсе қылып жинап салатын боламын ютубқа. Хочу ыстық шай. Ыстық шай хочу. Прям. Тамағым қышығаны бастады сияқты сосын. Еще мен сим-карта алып алдым. TikTok, Instagram, барлығын арқайын қарай алам. Әркімнен Wi-Fi іздемей. И еще Яндекс.Таксиді. Еще Яндекс.Таксиді арқайын ешкімге жалынбай шақыра аламыз. Ташкенттің Диснейленді. Наконец-то өз көзіммен көріп жатырмыз. Оригинал Диснейленді көру бұйырсын. Біз қазір океанариумға келдіміз. Бақтарды көрейін деп. Күшті. Достар, мен пингвинді көріп жатырмын. Мен арманым ғой пингвин көру дейтін. Мына жақта бар деп ойлаған жоқпын мен деген. Мен кілең бақты ойладым мұнда. Мен жалпы Антарктидаға барып пингвинді өз көзіммен көру арманым. Бірақ мен анандай жерден көріп отырмын да енді. Бірақ мен Антарктидаға барып сол арманымды орындаймын қалайда. Пингвиндерді өз көзіммен көрем. Күшті. Мен мыңыз айтайын. Мен вообще пингвиндерді көргеніме сені айтқан жоқпын. Андай армандарым орындалып кетеді ғой. Өзінен өзі. Классно. Күшті. Кім айтады мен 22 жасқа қызды. Ешқандай бізді ер сияқты. Әлгі көрген балығым үшін қуанып жүрмін ғой. Даже мәселе күшті oldu. Осындай жерде кетіп жатырмын. Қыздар алға шығып кетті, мен жалғыз өзім қалып қойдым артта. Балықтарға қарап, әрқайсысына жеке-жеке эмоциямды көрсетіп жүрген кезде кетіп қалған ғой барлығы. Мен соңдарында жүріп, асықпай видеоға түсіріп. Как красиво. Ана бір ойын бар еді ғой, акулаларды не істейтін. Акуланы ойнайсың. Типа ана нәрселерге тигенге өліп қалмау керек. Су ойынның ішінде жүрген сияқтымын мен дейтін. Су ойын қатты жақсы ойнайтын. Атымды тауып тұрмын. Короче, акула туралы ойын осындай. Ненің ішінде жүреді, судың ішінде жүреді. Күшті. Кіріп кеткім келіп тұр ішіне. Пингвиндер арманым дедім ғой. Мынаны сатып алғым келіп тұр. Сатып алам, короче. Алам осыны. Біз дейтін Magic City'ді аралап, енді KFC жеуге келіп жатырмыз. Біз негізі үлкен фриз заказ бергенбіз, бірақ бізде кішкентай есепте жіберді. Мен аламыз ба? Сіз тұрсын, маған қырғын соғыспен. Бәрі қыдырып жүр. Мен ауырып KFC-де отырып қалып қойдым. Алғашысы толды, қатты жалғым келді. Сосын KFC-ге қайтып келді. Отырмын енді. 213 zakaz sayyor. Hurmatli mehmonlar, chek raqamga ko'rib 213 zakaz sayyor. Жақсы тұра алмай жатырмын да. Қасымда қалай түсіп жатқанын білмеймін мен достар. Өзімнен өзім жалатым, короче, ауырғаннан. Шеф Ағабек оған кетшіп берген ғой. Не істерімді білмеймін. Бонуспен берді, прикинь. Не істерімді білмеймін. Бургерді істер жағып отыр. Ой, мен камерам не болып жатыр?
yani. Bärim kütüp oturupmiz. Uykumuz. Жана мен кирти да ауруп турмун. Осы хатта молчуумда. Өзүнүн күчтүү таксист агай келип, сизге өздөрү музыка болсундар деп. Әртүрлі музыка тыңдап, ең соңында айыптаманы тыңдадық. Бұл айыптаманы тек қана игуздар ғана түсінеді. Махаббат ән ол махаббат. Соны айтып, күшті эмоциямен келдік отельге. Ертеңге дейін жазылып кетсем екен. Мен пингвинім, мен бөбем. Наконец-то деп демаламыз енді. Біз қазір көршілерімізге бара жатырмыз. Сағат түнгі 2:30. Оны ойнаймыз деп шақырып жатыр. Негізі бүгін ерте ұйықтаймыз, ертең ерте тұрып базарға барамыз деген адамдарымыз ғой. Әлі жүрік. Алдардың бөлмесі. Мә, гүл бар екен. Гүлге су жағып. Ну, күшті. Екеуің күшті. Біз бүгін Чорсу базарға келдік. Бірақ не алатынымызды білмей. Әйтеуір келдік. Біз дейтін сухан фрукты қарап жүрміз. Мен жалпы алдым. Тағы да бір қызық нәрселер тауып қалама деп қарап жүрмін. Чорсуды сухан фруктының отаны дегеннен кейін бір ерекше күшті сухан фруктар табамын ба деп ойлаймын. Бірақ ондай нәрсе тапқан жоқпын. Тек қана ерікпен мен де алдым. Әндері күшті екен. Мен де ерік жемейтін едім. Жақтан арқалды. Ташкентке біз негізінде шашлик жеуге келгенбіз. Қазір сойма, сондай бір кафеде отырмыз. Базардағы бір баланың ұсынысымен, ұсынысты айтатын еді. Сондай мен осында келдік. Қазір шашлигін дәмін көреміз. Біз дейтін шашликке тойдық, бәрі күшті болды. Қалғаны собой деп сапалар болды. Собой деп айтқанымыз ғой, алып қалдық қой. Потому что тек шашликтің өзін салып берді. Сосын біз айтты, соусыра салып берді дедік. Сосын қайттан кетті. Соус салып берді, одан кейін сағат қалып қойды. Сағат салып беріңіз дедік. Ой, айтқанымызға ұялғанымыздай. Күліп, еще прикол ұстайды ғой, собой ма деп. Енді Ташкент Ситиға жатырмыз. Сол жақта актерлардың музейіне барамыз. Потом Ташкент Сити молға барамыз. Мен вообще ютубқа дұрыс видеоларды түсіріп жатқан жоқпын, әмсін. Ұмытып кетемін арасында түсіруді. Мына үйлері әдемі екен. Осы Ташкенттің тек центрі ғана әдемі қалған жерлері. Қарапайым, неше машиналары шөрлет болғаннан кейін арзан қала сияқты болып көрініп тұрады. Біз Йылдыздар музейіне келдік. Наш билет. Менің сумкамда не бар дейтін нәрсені түсіреміз ба? Мына жақта пауэрбанк, очки, загранпаспорт, ақша, важный салфетка, зарядка, арақ, айна, белдәрлерім, сосын помадалар. Мына жақта теңге бар, удостоверение бар. Мен қазір дәрі ішіп жеп жатырмын. Мен қатты ауырып қалдым. Ташкентке келіп. Тамағым жаман ауырады, и температура түспей жатыр менде дейтін. Тек дәрінің көмегімен ғана жүрмін. И қазір өзі жаман шаршап тұрмын. Жатқым келіп тұр деп, бірақ енді келгеннен кейін қыдыруым керек. Жатып қалуға болмайды, ауырмын деп. Күнде отельге түнгі 2-лерде келіп жүредік. Бүгін ерте келдік 8:30-да. Қатты шаршады бұры. Мен өзім әйтеуір қатты шаршадым. Ташкент Ситиға барғанбыз. Оның ішінде отыратын скамейка де жоқ. Розетка де жоқ. Телефон зарядтай алмай қалдым. Телефоным өшіп қалды. Сөйтіп отельге жеттік әйтеуір. Жатырмын енді. Шай ішеміз. Сосын бізде собрание болады. Ертең жолға шығамыз Самарқандқа бұйырса. Біз әлі білмейміз, таксимен барамыз, поездмен барамыз, белгісіз. Бүгін біз мороженое алып келдік ішке. Су алдық, мындай алдық. Осы мана ужинға жеген, обедке жеген шашликтерді алып келдік. Жеп салып ашып кетеді. Кофе алдық. Бұл ма?
Узан алганбыз. Круассан. Круассан кеттім. Алған жоқ па, сосын базардан намазаттар алдым да. Итіп қосып берейін. Магнит. Біреуі үйге. Біреуі екінші үйіме. Біреуі бірінші үйіме, біреуі екінші үйіме. Сосын үйге осындай мен дау алдым. Оның ішінде ашқан кезде 2 үй болады. Ерек. Осы алған заттарым. Тамағым ауырса да, коланы да ішіп жүрмін, лимонадты да ішіп жүрмін. Мен мороженеді жеп жатырмын. Вообще. Ауырғанға қарамайсың ғой. Сәлем достар, тағы да. Бүгін мен Ташкенттегі 3-ші күнім. Бірақ мен кешеден бері қатты ауырып жатырмын. Дәрі ішем, жақсы боламын. Дәрінің күші кетеді, қайттан ауырамын. Андай тым атмосферасын сезініп жатқан жоқпын да, ешқандай көңіл күйімде жоқ. Өзімді тек келдім ғой, енді әсем жүр деп өзімді әрі-бері сүйреп жүрмін. Тек жата бергім келеді. Андай путешествие шығып жатыр. Өзін сүйреп жүрген дұрыс па, или организм тыңдап жату керек па, білмеймін. Негізі ауырғанда жүру керек дейді. Бірақ андайда шаршайсың бір жағынан денең бәрі ауырып батыр, жүргің келмейді, миың істемейді ауырғаннан кейін. Тек температура, тек дәрі ішіп жүресің. Бір кезде көңіл күйің бар, и сразу көңіл күйің жоқ, сондай болып, эмоциональный качеля болып, сондай болып жүрмін. Қасымдағы адамдарға да уже ол некомфортно болады да. Сен біресе күшті көңіл күйдесің, біресе күшті көңіл күйде емессің. Поздный ужин. Маралдан. Маралдан әйтеуір алдым сол. Завтракты да дайындап аламыз, ужинды дайындап аламыз. Рахмет саған, Алла разы болсын, Марал. Ауырып жатқан адамдарға не істеп жатсың, сауабын алып жатсың. Маманы алған шашлығымыз. Кофе алдық. Мен краусанымды Марал өзі күшті пісіреді екен. Үй құшынды фактор. Біздің 4-ші күніміздің авторы ақша азайып жатыр деген сөз ғой. Бүгін Самарқандқа жолға шығамыз. Заттарымыздың бәрін жапсадық. Біз дейтін қазір вокзалға бара жатырмыз. Оның алдында тамақ алайын деп магазинге келдік. Кеше мороженеді қайттан алайын деп жүрік. Тәтті болды, потому что қатты. Не аламыз, әлі жүрміз. Не аламыз? Су алайық бірінші. Біздің жолға алған заттарымыз су. Қыздарым да шоколад алды. Біз мынандай мороженое алдық, қазір жейін деп жатырық. Такси келгенше Маралға стакан. Мынау менің шоколадым. Мынау менің кофем, Альмираның кофесі, мынау Маралдың кофесі. Вот, сосын сағыз алдық. Кеше сағыз дейтін не болды. Сағыз шайнағымыз келді қатты. Біз Самарқандқа баратын пойызға міндік. Әпешінің бір күшті сетік алып тұр. Мен жақта пойызда не береді екен. Мынау сахар ма, конфет па бір нәрсе. Сахар екен. Чай. 4 сағат шыдасақ. Самарқандта оламыз енді бұйырса. Келе салып проблема болды ғой пойыздың ішінде. Нормальный пойыз, біз жаман пойызды елестеткенбіз негізінде. Біз өзіміздің астан алған орнымызды бір апаға бердік та. Өзіміз енді ресторанда отырмыз. Қыздар тамақ ішеді, шай ішеміз, кофе ішеміз, осында отырамыз. Күшті мен пойыздың ресторанында бірінші реттім. Бұрын тек қана кофеге заказ беріп алдырып жетіміз. Ал бірінші рет келіп отырып жатырмын. Альмира мен Маралдың Санамның жүктері сол сақтарымда, әр ойым саған тәуелді. Самарқандқа келдік. Таңа салқын болып тұр. Қазір Яндекс шақырып, отелімізге барамыз бұйырса. Келдік. Қазір бірақ енді өздері көтеріп апарып береді бәрібірде. Сол сондай да. Квартира сияқты күшті, бірақ есік күшті тұр да. Есік күшті тұр.
Qanday ekan bu? Magazinga ketib batıq. Ramen alып kelib işleyeceğimiz. Samarqand'ın magazinlerine kalıp çıktık. Ramen jeyinip edik, ramen izlep жүрміз. Вот. Samarqand'da var, Tashkentga qaraganda күшті, андай тыныш қала. Адамдар жабайы емес. Ташкентте андай сен границаны өтіп кетеді. Самарқандқа келгенде ондай нәрсені байқаған жоқпын. Еще Самарқандтың вокзалдары өте әдемі екен, чем Ташкентке қарағанда. Күшті әйтеуір. Самарқанд маған ұнады. Андай уже вокзалына кіргеннен өзі әдемі ол. Жинақы сондай қала екен. Маған ұнап өзіме. Еще біздің отель Регистанға 10 минут жүрді екен, жаяу бара саламыз. Таксиге шығындалмаймыз. Ең оңай тамақ рамен деп ойлағанмын ғой. Үйдің астан бір магазинге барып рамен сатып аламыз, соны келіп жей саламыз деп ойлаған болатынмын. Бір раменнің атын әлі жоқ, бүкіл Самарқандқа алып шықтық, бүкіл Самарқандқа. Әлі рамен тапқан жоқпыз, бірақ қанша магазинге кірдік жоқ. Әлі мына супермаркет жоқ па жақын жерде. Магнумның өзі қандай сондай картинка дейтін өзі алдалама сондай. Супермаркеттер жоқ. Ең соңында 1,5 сағат бойы жүріп далада, ең соңында такси шақырып корзинкаға келдік. Енді дейтін саптырығымызды бәрін алып атты корзинканың ішінен. Бар. Біз тек үшеуміз тамағымыз. Мына раменді жейміз деп беконның отсын пайдаланып отырық. Осы рамен жеу үшін біз бүкіл Самарқандтаймыз. Мынаны шығарып тастап. Ішіне сырды қостық. Мынандай күшті болып, нанды, ыссы нанды қаймақпен батырып, қоламен үстіміз бітті ме уже? Сөйтіп ішіп жатырық. Дарама қосып қойдық. Бізде күшті ужин болып отыр. Мен өзім гид болмасам, басқа біреулерге сене алмаймын. Кетіп батыр базарға. Кім батқанымызды да білмеймін. Дым қылатын жоқ қой, мен дым қылатын жоқ. Біздің базардағы түскі асымыз андай нән пешка келген таңдамадық қой. Кафеге кішкентай алып жіберіп қалған. Коладан күнде кола жібергесін бір ауыстырайық деп алдық. Сосын самсай алып отырмыз. И все. Маған Самарқанд Ташкентке қарағанда кәдімгідей ұнап жатыр. Самарқанд бір өте әдемі сияқты. Және де бұл машиналар кәдімгідей кішігірек емес. Одан да қымбат машиналарды мінеді да. Ташкентте Шевролет өте көп, сондықтан да қаланың қалай айтсам андай қаланы арзан қылып көрсетіп тұрды мен үшін. Сөйтіп қарасам қала арзан қылып көрінеді. Ал Самарқанд ондай емес. Бүгін Регистанға келдік. Сол жақтағы музей деп айтамын ба, не деп айтатынын білмеймін, потому что бізде гид жоқ. Өзімізді қарап аралап жүрік. Стажерлерін қарап жүрміз. Чтобы они не пугались. Идите. На ступеньке не торопитесь, пожалуйста, хорошо? Хорошо. На втором этаже спокойно можешь прогуляться. Дверь не закройте. Жалуйтесь. Закрой. Машыш кетті бұл. Қап-қараңғы ой блин. Жүрсің бәрініш. Бисмилля. Мә биік қой. Күшті. Не көрсетеді сізге. Бірақ біз платно жасаймыз ғой рекламаны. Ой. Ай. Бас Ай. подарок беріңше.
Қазақстан біз реклама жасаймыз, бізге бар жерге беріңіз. Подарка я вот когда вы замуж выйдете, я на свадьбу пойду. Сіздің номеріңізді алып қалайық онда ағай. Не бересіз? Подарки бірне беріңіз. Подарки берді ағай. Ой, Все, вы мне позвоните, зуб даю, в Казахстан поеду, с подаркой поеду. Точно? Бір штук тақиямен кетіп тұрмаңыз? Подарка деп. Нет, я шикарный самаркандский сувенир отнесу. Хотя бы. Маленький вещь, а большой. Хотя подарки ені магнит берін да? Біреуінен шыққан біз уже светтер жағын әдемі болып бастап жатыр екен. Аған кіреміз қазір. А это я. Всем привет! Біз бүгін обедке Арал бірге ұйықтадық па, екеуден ұйықтадық па? Екеуден ұйықтадық. Ешқайда шыққан жоқ біз бүгін. Бүгін кетеміз Самарқандтан. Вообще андай дым желание алған жоқ бар, жүруге, қыдыруға. Бәрін көріп тастадық, бәрін жеп тастадық, шетін жаттық. Енді жатырмыз. Жолға дайындалып, әңгіме айтып, бағадан бері әңгіме айтып отырып қода. Ужас. Сегодня ночью қайда келгенімізді білмеймін. Бір Самарқандтың шетіне келдік әйтеуір. Өзбекстанда везде фонтан ойнайды, тоже үлкен фонтан ойнап жатқан жаңа. О, күшті астылып тұр. Blogerimiz bәрін көндіреміз. Like bosinglar, подписка bosinglar. Bu qizlar juda yaxshi qizlar. Ular mehmon kelganlar, mehmonlarni aylantiryapmiz. O'sha aytinglar, tushunatgan jo'q. Endi ruschani uncha chuk deydi-ku. Faqat men aytdim-ku, boyagi o'sha narsani bilaman. Ehtiyot bo'linglar qizlar. Mehmonlarni aylantirib yuribmiz, mana hozir bog'ga. Aylantirib deydi. Mana haykalini. Aylantirib deydi. Если что, Zuhraga gapirmasin. Mana. Давайте пока qoldi. Instagramda xabaringlar хотя бы. Yo'q, bermaymiz. Kuzatamiz blogerlarni bizlar. Bo'lmaydi. Muxlisimizlar bloger. Не надо. Спасибо. Скоро популярный буду стану. Осы жерге ғана күшті ғой. Сары қыз, бізге көңіл аудар. Ей, сары қыз, сары қыз, сары қыз. Ей, сары қыз, бізге көңіл аударыңыз. Ей, сары қыз, сары қыз, сары қыз. Samarkand, Andijon ikkinchi yo'lga kelishi e'lon qilinadi. Nahar lestnisi. Biz saat tаңғы 6-да Ташкенттің вокзалында отырмыз. Енді қазір границаны өтуге барамыз. Содан кейін Ташкент,
Ташкенттен кейін Алматыға наконец-то үйіме барам. Чун-чун-чун-чун. Біз Шымкенттен Алматыға қуаштық. Ура, үйге барам. Мен алғаш рет поездың боковойында жүрдім. Ой, просто менің бойыма идеально бар ғой. Әйтпесе мен мына жаққа жатсам дейді, аяғым шығып кетеді. Ура, мен келдім. Ура! Үйіме келдім, үйіме.